Ассалаумағалейкум, Fishing Hunting 17 тобы. Мына бүгін шыдай алмай, көзді қыздырып кеше ғана келген балықтан. Бүгін қайтып шықтық Нұрекеңмен. Құдай қаласа бір маточный бір сазан ұстап, дәу сазан. Соны қайтып жіберсек деген мақсатпен бара жатырмыз, Алла нәсіп етсе. Сол Нұрекең өзімізбен бірге. Нұрекең. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи баракатух. Фишинг тобы қалайсыздар, аман есенсіздер ма? Көріспегелі біраз болды. Бақыт бауырымыз екенбіз, құдай қаласа балық аулауға шықтық. Кеше балдылар біраз видеолар, суреттер жіберіп, біраз құмарымызды қандырып келсек деген үміттеміз. Құдай қаласа Алла нәсіп етсе, үлкен сазан түсіп жатса жіберіп, содан рахат алып, ләззат алып, табиғат аясына шығып, дем алып қайтсақ деген үміттеміз. Алла нәсіп етсе. Ақ жол, құдай қаласа. Қанжығамыз майланып, түсіп жатса балық, видео, суреттер жіберіп отырамыз. Каналымыздан алыстамаңыздар. Каналымызға қосылып, жазылып, құдай қаласа отырыңыздар. Нұрекең дайындаған фирменный рецептімен ұстап отырмыз. Құдай қаласа. Әдемі болып тұр. Иісі керемет. Фрикцион босатып жүрші. Кереңгі жүр бақ. Ағайындар, мінеке. Пачин. Сазан керемет. Килограммовый почти. Мощный. Да, килограмм ашин бар ғой? Қысап-сары қараш. Килограмм бар. Әдемі. Керемет. Пачиніңіз бе, Нұреке? Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, құдай қаласа. Ары қарай қаласа. жалғастырамыз, жігіттер. Үлкен түсте жібереміз. Жау қысайшы фонарь. Көрдің ба? Яға көл. Походу анаға не қалды еді? Яға сүйресейін, яға. Сен өзің яқа келсей? Ана қармаққа дәлді, ана қармаққа. Короче, трофей, жігіттер. Ё-моё. О қармаққа тиіп тұрған жоқ екен, я? Не таласың мананы? Қайсы мен? Аяғын шешесің ба, не істейсің? Бірақ ауыратын ба? Кешкенде мына жерде кәдімгі кіріп кетесің ғой бөлшеден. Ондай емес. Маған ілініп қалған екен ғой. Трофей де. Маған ілінген ба? Маған ілініп тұр, походу ана балық кеткен жоқ, маған ілініп қалған ғой.
Hadi bastık. Var mı? Давай. Ескіден тартайықшы. Ол да плотно әлінде. 5 кило бар еді да анада. Еще бар ғой. Мынада бар. Ал. Сашып тастай. Міне жігіттер. Бағана осы. Жоқ, татшы. Тоқта. Жігіттер. Монстр жігіттер. Енді қашырақты. Дүреге, қашырақ. Қармағым қалып кеттің. Алсай, қармақтасай бірінші. Ұстама. Вот, жігіттер. Үйған кетпей, қуған жетпей, анан үзілтін алған қойы. Осы балық беді? Осы ғой, я. Екі бомбышымен шығып тұр ғой. Міне жігіттер. Міне. Міне, көрініп отыр ма, өзі қалай отыр. Трофей, міне, аңсап келген трофейіміз. Бағана. Алхамдулилlah. Міне, Аллаға шүкір. Трофей, жігіттер. міне, жігіттер. Тұра тұрсаңшы. Ол мен есептегенде. Міне жігіттер. 10 кило бар ғой. Қара жестен шығып кетті. Трофей. Базар жоқ Нұреге, міне. Красавчик. Үйірген кетпейді, қуған жетпейді. Бір қармақтан үзіліп, бір қармаққа ілініпті. Мына қарасаңдаршы жігіттер. Вот это трофей. Біз аңсап келген. Жолда айтып келатқан трофей осы. Уылдырғын жіберіп қойыпты. Пустой уылдыр. Пустой жігіттер, міне. Венгерский карп қой мынау. Сазан ғой. Міне жігіттер. Мордасын көріп тұрсыңдар ма? Ағайындар. Вот это морда. Е-мая. Міне. Садақ қалсаңыздар. Арқанда бұл керек қой мұны. Аяқпен өлшесей. Е-мая. Қалай көрініп отыр ма, көрініп отқан жоқ па. Вот жігіттер. Өлшеу, бұлай өлшеу қиын да, жігіттер. Ана, қолды көріп тұрсыңдар ғой. Ала, не? Қарсы да мұны. Мен бір қарсым жетпей тұр ғой. Вот это кабанчик. Ана жігіттер, кабанчик. Әжептәуір кабанчик. Жаңағы қоям, мұны? Сол ғой. Үзілген мен тұрға екі бомбыш. Экзибиян. Біреуінен үзіліп, біреуінен ілінгенде. Негізі сол маған ілініп келген ба бір нәрсе ғой? Анадан бір үзілді да, маған ілініп қалған, екі қармақ бір-бірін ілінген. Соған ілініп, бұйырған кетпейді деген осы екен ғой жігіттер. Бұйырып тұр екен. Осыны аңсап келген екен ағайындар. Телефонды қосып үлгермедім мынау. Экшн камерамен түсірдім енді. Мынау сазан енді. Ана того стоило. Келгеніміз үшірге. Тез келген болған. Осы. Мына. Вот это кабанчик. Міне кабан, жігіттер, кабан. Нағыз. Мынаған бір жіп берсеңіз, жіп бар ма? Машинам болмам. Придёк керек емес. Мынаған қарсы, мынаған қалай қарай естіге. Мынаған орылғанда. Орды тағы біреу. Маған қалай ұрған еді осы? Жай ұрған деді. Орды жоқ.
Ну, волосина істеп қойғанбыз, флет қой. Соны үзіп жүрген ғой, мынаны. Үзіліп кетті ғой. Қаны бір-біріне оралған ғой. Ана өледі қазір. Байлай салу керек. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Фишинг хайтинг тобы, фишинг хайтинг группасының YouTube каналының көрермендері. Мынандай балық ұстадық. Бүгінгі біздің трофейіміз, Аллаға шүкір. Бұндай балықты мен жеймін деп сатып алатын болсам, базардан да сатып аламын. Бірақ өлі кезде бұл балықтың маған пайдасы жоқ, тірі кезде пайдасы көп. Сол үшін мен бұл балықты қазір суға жіберем. Себебі осындай балықты жіберген сайын, бұл балық әр жыл сайын мыңдаған балықты уылдырық шашып көбейген біздің өзімізге және еліміздің су қоймаларының балыққа көбеюіне өте үлесімізді қосамыз, Алла нәсіп етсе. Сол үшін ағайындар, осы біздің табиғатымызға жанашырлық танытып, 15-нен бастап Құдай қаласа запрет басталады, балықтардың уылдырық шашу кезеңі болады. Сол уақытта мұқият балық ұсталмай, уылдырық шашуына атсалысып, астрага мен тоқпен ұстағандарға тыйым салып, солардың браконьерлік шараларын жүргізбеуіне атсалыссақ, Алла нәсіп етсе, өзен көлдеріміз балыққа тола болады. Бүгін сәуірдің 11-і, 22 жыл, Бақыт бауырымыз екеміз кеше балық аулауға келгенбіз. Алла нәсіп етіп, осындай бізге трофей түсті. Матышный. Осы сазан жібереміз, Алла нәсіп етсе қазір. Алла нәсіп етсе, осындай балықтар көбейе берсін. Ассалаумағалейкум. Доброе время суток, друзья мои. Сегодня 11 апреля 2022 год. Вот цели достигли, хотели поймать маточного сазана. Надеюсь, это маточный сазан. Ну, она была пустая, но тем не менее, она на следующий год принесет, Алла жаса, много-много икры. Что хочу сказать, друзья мои. Вот с 22 года, с 15 апреля у нас нерестовый запрет уже. Вот с Нуриком выехали, поймали, что хотели, да. Первый это у нас был килограммовый сазан. Второй вот с утра, с 5 часов утра мы поймали более 5 килограмма сазана маточного. Сами видели, отпустили, пускай размножается, пускай нас радует, наши реки, наши озера, пускай нас радует, друзья мои. Если вы не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Место очень хорошее, самое главное, радует, погода, очень шикарная погода. Что еще хочу сказать, друзья? Берегите природу, чистоту, оставляйте за собой порядок постоянно. Но люди приезжают сюда отдыхать. Любое место мы должны содержать чистоту. Не наводить порядок, чистоту, а постоянно поддерживать чистоту нашей природы и охранять ее. С вами были Нурикин, я Бахыт и ваш YouTube канал Fishing Hunting 17. До скорой встречи, друзья. Ассаламу алейкум. таудан жарып туған
сұлу боп жаратылған, жанымда боз арман, сүймеген бағымнан сен. Көзіңнен айналған, бағым деп ойлаған, жанымда сөз айтпай, бақытты болғандай, үміттен шыға алмай жүрдім мен. Өтті сол күндер